әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Сәлем достар, эфирде жасақ бағдарламасы, студияда Ұлжан Мұхамбек. Еуроодақтың қорғаныс шығындары тарихи рекордқа жетті. 150 миллиард евро. Одақ тарихындағы ең ірі бюджет. Польшаның үлесі ең үлкені 43,7 миллиард. Неге дәл Польшаның үлесі үлкен? Еуроодақтың бүгінгі әскери ахуалы қандай? Еуроодақ Ресеймен соғысқа дайындықты бастап кетті ме? Ресей Беларусьтің Батыс 2025 бірлескен әскери жаттығуының мақсаты не? Осы сұрақтарды бүгін біз әскери сарапшы Ермек Сейтпатталов ағамызбен талқылайтын боламыз. Ермек аға, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Саламатсыз ба, Ұлжан, көрермендерге сәлем. Ермек Сейтпатталов, Семей қаласының тумасы. 1980 жылы әскери ұшқыштар даярлайтын Армавир әскери жоғары авиациялық училищесін бітірген. 1984 жылы Юрий Гагарин атындағы әскери әуе күштерінің академия курсын аяқтап, 1996 жылы Кеңес одағының маршалы Георгий Жуков атындағы әуе қорғаныс күштері академиясын және сол академияның адъюнктурасын тәмамдаған. 2021 жылы Ұлттық қорғаныс университетінің докторантурасын оқып бітірген. Қызметте қатардағы ұшқыштан Қазақстан әуе қорғаныс күштерінің бас штабы бастығы, бас қолбасшының бірінші орынбасары лауазымына дейін көтерілген. Бүгінде отставкадағы полковник, әскери сарапшы. Жақсы, достар, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі бағдарламаның астына өз пікірлеріңіз қалдырсаңыздар болады, және де қазақша контенттің дамыған қаласаңыздар арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы, Ермек аға, онда сұрақтар легіне көше берсек, бірінші осы мен жақында Ресей дрондарының Польшаға кіруінен бастағым келіп отыр. Осы Ресей дрондарының Польшаға кіруі жалпы әдейі жасалған арандату болды ма, әлде кездейсоқ уақиға ма? Не болмаса Зеленскийдің айтуынша бұл Ресей НАТОның реакциясын тексергісі келді ме осындай шабуылдарға? Сіз қалай түсіндіңіз? Сіз осынша үш вариант жасадыңыз, үшеуіне де ұқсайды. Бұрынғы кезде мына Польшаға дрондар кірген, ол Украинаның жерінен, сол жақтың кеңістігімен кіруші еді. Қазір Польшамен кірді. Польшамен кіргенде сонда ойлауға болады, бұлар Польшаның мынау әуе шабуыл күштеріне сынақ жасап атқан сияқты. Сондай әдейі жасаған сияқты. Оларды тексеріп сынайын дегенде. Ал енді былай болып жатыр. Бұрын соғысып жүрген кезде Украинаның бір 3-4, 5-6 дрондары былай адасып сияқты мынау техникалық ақаулың салдарымен кіріп кетуші еді. Солай болушы еді. Екіншіден, о кезде Украинаның батыс жағындағы кеңістігін ресейлер атқыламайтын. Солай болатын. Қазір енді міне Украинаның батыс жағындағы кеңестерін атқылап жатыр. Сол салдан мынау дрондар кіріп кетеді деген ұғым болады. Сондай болуға мүмкін. Бірақ та ол неге ол Польшаның несімен кіреді? Жаңа 19-де де бірінші бір мәліметтер болды. Кейбір мәліметтерде 20-23 болды. Бұл өте көп. Бұлай қарағанда соларда Суwalk деген дәлізі бар. Сол жақта құлаған сияқты, онда Ресейдің мүддесі бар. Онда Калининград облысы бар. Калининград облысы сол Суwalk дәлізі апарады сонда. Бір 60 километрде жер, мына Польша мен Литваның арасын екі бөліп өтеді. Ал енді оларды Ресей сол Суwalk коридорын дәлізін албаса, мына НАТОның елін жаңа келген, мынау шығыстағы келген екі бөледі. Балтикалық елдер, Литва, Латвия, Эстония бір қалады. Оларға жол баратын НАТОның жолы мына Балтық теңізімен ғана болады. Сондай соған да ұқсайды. Сіз айтқан, енді қорытындап айтсақ, бұлай техникалық ақау бар сияқты. Бұлардың Ресейдің кейбір нелері, мынау навигациялық жүйелері дұрыс істемеген сияқты. Екіншіден, жаңағыдай тексеріп, сол келешекте, болашақта бір жобалап жүрген өздерінің істерін, соның жолын даярлаған сияқты. Сондай ұқсайды.
жаңа өзіңіз айтпақшы 20 шақты дрон деп жатырмыз, ол шынымен де көп. Бұған дейін де Польша жеріне Ресейдің осындай дрондары жаңағы кірді, 2-3 дрон болды, бірақ ол кезде. Енді бұл жолы енді әжептәуір көп. НАТОның бұндай кезде жауабы қандай болу керек еді? НАТО түгелін енді жою керек еді. Бір айтып кететін бір жағдай бар. Сол 20-23 дрондардың арасы көбі мынандай әлгі ішінде жарылатын зат жоқ болатын. Бірақ та 5-6-ауында жарылғыш заттар болды. Соларда НАТОның бір қару-жарақ шығаратын, соларда жұмыс орындары бар. Соған бет алып бара жатқан бағыты сол жаққа сияқты болды. Сонда енді әрбір нелер болып тұрып отыр, қазір вариант, версиялар болды, соны тексеріп жатыр. Ал енді сіздің сұрағыңызға келсек, НАТО бұны түгелін атып түсіру керек еді. Қазіргі міне қарағанда Польшаның әр жағында Нидерланда қатысты оған. Бұны жоюға бұлардың дрондарын. Әзірше бұлардың әуеден шабуыл жасайтын, қарсы тұратын күштері, әдістері де, жаттығуы да деңгейі біраз төмен сияқты болып тұр, солай. Айта кетейік, мынау Польшаның өзінің F-16 деген мына ұшақтары қатысты болған. Жердегі орналасқан мынау әуеге шабуыл қарсы көрсететін сол күштері қозысы. Әр жағынан мына Нидерландыдан F-35 келіп болысты. Оған да болмай мынау алыстан нені бақылап, алыстан басқарып тұратын олардың САП 340 деген самолеттары соларда ол да қатысты. Бірақ та оған болмай, бұлардың нәтижесі мынау эффективностар бұлардың Украинадан біраз төмен болды. Бірақ та Украина жаттығып уже еті үйреніп қалған ғой. Енді келесі сұрақ, аға, бүгін Беларусь Ресейдің батыс 2025 бірлескен әскери жаттығулары басталып кетті. Енді кейбір орыс сарапшыларының айтуынша бұл барлау Польша мен Литваға қарсы қақтығысқа дайындық. Осы Беларусь Ресей маневрларын НАТОға мүше елдер, енді Украина аңдып отыр десек болады. Мұндай жаттығулар Ресейдің Украинаға басып кіруіне дейінде 200 әскердің қатысуымен 2021 жылдың күзінде өткен екен. Осындай жаттығу аяқталғаннан кейін орыс әскерлері үйге қайтудың орнына Киевке шабуыл жасаған. Енді осы жылғы жаттығулардан соңында осындай бір әрекеттер байқалуы мүмкін бе? Польшаға, орыс сарапшылар айтпақшы, Польшаға басып кіру деген сияқты көп әскермен. Ұлжан Бекеш, мен сізбен толық келісем. Дәл сондай болды. Сол кезде мына жаттығу өтіп, олардың күштері көбейіп 175 мыңнан асып кетті. Сол 200 мыңға тақап барып, қайтудың орнында олар енді Украинаға шабуыл жасады. Қазіргі мына болып атқан Запад 2025-те осындардың қимылдары өте ұқсас. Бірақ та бұлардың енді сол батыс шекарасы жағында болу керек Беларусьтың. Бұлар енді қазір акт доброй воли деп бері қарай біраз Беларусьтың орта жағына жіберді. Бірақ та одан енді қауіп азайды деп айтуға болмайды. Дәл сондай енді. Ал формалды бұлай ресми түрде бұның стратегиялық бірлестік оқу жаттығудың әлгі өңірлік және мынау ұжымдық басшылардың бір-бірімен қойын-қолтық жұмыс істеуге жақсы істеген мынандай басқарудың, олардың қамтамасыз ететін сондай жұмыстарды тексереміз деген. Бірақ та бұның арты сол соғыс болып кетуге мүмкін. Әбден мынау сол Польша жаққа да, Украина жаққа да бұрылып кетуге мүмкін. Литва жаққа да. Соң енді түгел қазір енді НАТО елдері бұл қауіпсіздік деген шаралардың мына әрбір нелерін қолданып отыр. Литва болса сол Белоруссияға жақындаған, Латвия болса Ресей жаққа жақындаған әуе кеңістіктеріне тыйым салды бұнысы ұшақтар ұшуға. 6000 метрден жоғары ғана ұшуға болады. 6000-нан төмен енді ол дрондар, мынау квадрокоптер, ұшқышсыз аппараттар деп оны атып түсіретін сондай
мынау не болды, аса бөгет болмайды деп ойлайды. Ал енді Польша жақ болса, олар түнде өздерінің әуе кеместіктерін ұшуға тыйым салды. Әскери ұшақтар ғана ұшады түнде. Ал күндіз болса, егерде олардың өздерінің бұлай берген нелге заявкалар болса, өздерінің транспондерлары қосылып қойса, түгел мынау әлгі байланысқа шыққанда оған айтып сөйлесіп отыратын, түгел бақылауда болатын. Сондай болса ғана олар күндіз басқа бір енді нелердің компаниялардың әуе жүретін тасымалды жолаушылар тасымалға соларға не береді. Енді қазір қауіптір болып тұр. Енді жердегі қазір мынау құрлық олардың шекараларын түгелін жауып тастады. Қазір мынау солтүстік жағында, оңтүстік жағында екі мынау бекет бар, мынау бақылап өттіретін. Екеуі де солтүстік жағында ол әлгі жолаушылар таситын, оңтүстік жағында жүк таситын. Олардың түгелін қазір тоқтап тұр. Мынау енді мынау Запад 20-25 біткенше солай болатын шығар енді. Қазір оны ел әрбір көзқараспен қарап отыр, әрбір елдің. Ресейдің, Белоруссияның, Польшаның да солай енді. Польшаның енді қауіпсіздігі сондай қазір шараларды қажет болып тұр. Осындай енді оқиғаларды бақылап отырған Украина қорғаныс министрі Ресей НАТО-мен соғысқа дайындықты бастап кетті деп пікірлерін білдіріп жатыр. Енді Украинаның осы жерде араласып пікір білдіруі бұл тек қана бір жаңағы қалай қабылдауға болады? Саяси қысым құралы деп пе? Бұларда бір екі не бар мына. Егерде Украинаның барлаушы тыңшылар мынау қызметтерінде қолдарында мәлімет болса, бұл Украинаның қорғаныс министрі айтып болғанша асында негізі болатын шығар. Бірақ та мен көзқарасымша бұл көбінесе мынау саяси біраз елде, батыс елдерде үрей тудыратын жағдай, және Украинаға мынау қару-жарақ, оқ-дәрілер көбірек келетін. Сондай жағдайдың тудыратын бір хамы деген сияқты. Жаңа батыс елдерінде енді Польша ғана емес, сондай бір қорғаныс бюджетін көбейтіп жатқан Францияда өзінің осы жаңа стратегиялық шолуында 2030 жылға қарай Ресеймен жоғарғы қарқынды соғыс қаупі туындап жатыр деп жазған көрінеді. Енді бұл болжамды қаншалықты шынайы деп қабылдауға болады? Сондай-ақ Германияда, Британияда көп батыс елдері осы қауіпті тек Ресейден көреді екен. Қауіпті Ресейден көргені бұлардың дұрыс, бірақ та енді мына Францияның соңғы зерттеулі мынау өздерінің салаларының бұлай айтып отырғаны, енді 30 жылдардан 30 жылдан әрі қарай бір үлкен бір соғыс, қарқынды соғыс болады деген. Мен оған қосыла алмаймын. Неге десеңіз, Ресейдің қазір мына экономика жағдайы, өздерінің қорғаныс өндірісінің жасағандарын, басқа салалардың нелері, мынау мобилизациялық ресурстардың өзінің азайғаны, әскерінің азайған, жанармай, енді солардың келіп атқан логистика жолдары, қару-жарақтары қазір деңгейі біраз жақсы бұлай, көрнекті бұлай төмендеп қалды. Сол енді қарқынды үлкен соғыс болады деп мен айта алмаймын. Жаңадан бері айтып жатырмыз, енді Еуроодақтың осы жылы қорғаныс шығындары тарихи рекордқа жеткен екен, 150 миллиард евро, оның ішінде ең үлкені Польшаның үлесі деп айта кеттік, 43,7 миллиард евро. Неге дәл осы Польшаның үлесі үлкен? Енді бұған дейінде бір себеп жаңағы Путиннің бір сөздері сияқты, жаңағы Польшаның батыс бөлігі Сталиннің берген сыйы деген сияқты бір көз тігушілік сөздері сияқты, сіз қалай ойлайсыз? Бұл енді бұның табиғаты қайда жатыр негізі? Мына Европа үшке бөлугеміз керек. Европаның мына батыс жағы старушка Европа дейді. Бұл разноскоростная Европа, үш скоросты бар. Ал енді ортаңғы бұрынғы өздерінің орнаспаған, соңғы мына шығыс жағындағы бұрынғы мынау Варшава келісім шартының мүшелері болған елдер. Бұлардар қазір енді Ресейге мынау шекаралар жақын, бұрынғы социалистік мынау лагердің нелеріне жақын.
Бұлар қайтадан келіп бізді енді бодандайтын деген сияқты сондай қауіппен бұлардың жаңағы сіз айтып отырған үлкен қаражат бөліп отыр. Ал енді мен айтып кетейін, мына 2024 жылдың қаражаты 343 миллиард евро соған жетті жылда. Ал енді 2023 жылға қарағанда бұл 19%-ға көбейді. Ал енді ішкі мына жалпы өнімнің қарасаңыз бұл 1,9. Біз есімізде бар, Трамп айтып отыр 5%-ға жеттіріңдер деп. 5%-дің 3,5% өздерінің пайдасына, 1,5% мына одақтың мына Украина жаққа болысудың сондай өздерінің бөлісіп келісіп қойған айтасы бар. Ал енді 25 жылғы қазір жылға санағанда 390 миллиардқа Европаға жетті. Евро неге? Бұрын 343 болды, қазір 390 миллиардқа. Бағанағы сіз айтып отырған 150 миллиард ол осы биылдың 21 мамырда мынау Еврокомиссияның төрайымы кім? Урсула фон дер Лайен ол кісі сол ұсынысты берді. Сол ұсыныс түгел елмен енді тағайындалып сол кетті әрі қарай енді. 24-25 мына НАТОның Гаагада болған саммитінде бағанағы біз айтып кеткен 5%-ға солай келісті. Олардың Америка Құрама Штатының басшылары риза болып кетті солай. Енді екі жақтан да айтып отыр бағанағы әңгіме енді. Украина деп айтып отырсыз бағана, Францияда басқа тағы бір зерттеулер бар, солардың қорытындылары бар. Ресей соғысқа даярланып жатыр дегенде. Ал Ресейдің мынау сыртқы істер министрлігінің өкілдері, олар керісінше батыс даярланып жатыр деп. Шын айтқанда батыс даярланып жатырғаны көрініп тұр. Неге десеңіз, олар әрбір шаралар қолданып, жаттығу өтіріп, ақша қосып жатыр. Ресей енді бұрынғы соғыстың сол бағытымен жүріп жатыр. Ішінде қандай сол НАТОға қарсы даярлық болып жатқанды енді бөліп жарып оны дәл айтуға қазір мүмкіндік жоқ. Жаңағы Ресейдің қазіргі әскери жағдайы да қаржы жағынан болсын, Еуропамен соғысатындай шамасы жоқ дейсіз ғой? Шамасы бұның аз. Ал енді Ресейдің бір нелері бар, бір мынандай ерекшелігі бар. Егер де біраз соғыстың арасында тоқтап бір бөгет боқпаса, олар шетелмен тез тығыз жұмыс істеп, мына Солтүстік Кореямен, мына Иранмен, ал енді Сирияда соғысып жатқан кезде сол Иракпен тез жұмыс істеді. Ол кезде мынау Сергей Лавров деген олардың сыртқы істер министрі, қазір ол кісі енді сыбыс бар, кетейін деген несі бар деген сондай өзінің жобасы бар екен. Сондай қазіргі олардың осындай жұмыстары біраз таязданы. Енді әрі қарай қалай болатын енді белгісіз, солай болып тұр міне. Жаңа айтып жатырмыз, Еуроодақ соғысқа дайындықты бастап кетті деп, дегенмен де Атлантик Council сарапшылары Еуропа рекордтық осындай бюджеттерге қарамастан Ресей қаупіне әлі де дайын емес дейді. Сондай-ақ тағы да бір сарапшылардың айтуынша, жаңағы Еуропа қорғаныс өнеркәсібінің осал тұстарын да атап өтті. Артиллерия, ол зымырандар, дрондар, әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері деген сияқты. Осылардың ішінде бұлардың қайсысы әлсіз деп санайсыз енді әскери сарапшы ретінде? Қай жағынан, қай салада артта қалып отыр Еуроодақ? Еуроодақ енді мынау жаңағы Атлантик Council дейсіз, мен осылардың шығарған нәтижесімен келісем. Еуроодақ қаншама көп қаражат бөлсе де, қаншама даярлық жасаса да, ол ертерек жасау керек еді. Олардың мына кім болды ғой, Ангела Меркель болды, оның алдында басқа бір көзқарастар болды. Солардың көбі қорғаныс саланы деңгейін төмендетіп жіберді, азайтып жіберді. Олар Ресеймен бұлай экономикалық жағдай, сауда жасайым, анау деген сондай бағытқа
беріліп сондай немен саясатпен ұстанды. Бірақ та ол енді мына Путиннің басшылығымен ондай жүрмейтін өздері міне қазір көріп отыр. Кезінде біз мына 34 мемлекет кіретін офицер резерві деген халықаралық неде болдық. Мына мен оның мүшесімін. Сонда олардың көп айтатын мынау бізде қорғаныс сала деңгей өте төмендеп кетті деп. Солай болды. Қазір олар дұрыс айтып жатыр. Ал енді жақында мынау ақштың Rand Corporation деген өздерінің зерттеулеріне қарағанда, олар айтады, мына әлгі жаңағы бағанағы айтып кеткен мынау Сувалк дәлізінің жанында мынау Ресейдің Калининград облысы бар, Польша бар, мұн жағында Литва бар, мұн жағында Белоруссия бар. Сонда жаңағы 3 мемлекетті, Балтық мемлекетті, Ресей ол соғыс болардың алдында, болмай тұрғанның алдында 4-5 күнде басып алады деген сондай нәтиже келді, сондай шығаруға. Ал жақын арада бір 2-3 апта өтіп кетті. Мынау Европадағы НАТОның біріккен мынау қару-жарақты басқаратын бас қолбасшысы Алексис Гринкевич айтқан, біз мына Ресейдің Калининград облысын 1-2 күнде басып аламыз деп. Сол да қауіптанып, мынау Ресейдің мынау жүргізіп атқан қазіргі мынау базитіп отырған дрондар, басқа да шаралар, мынау Белоруссияда жүргізіп жатқан жаңағы біріктескен стратегиялық жаттығу соған арналған шығар, бетін қайтарып тойтаруға деген сияқты сондай ойда келеді. Енді Еуроодақ ұзақ мерзімді мега жобаларға қазір қаржы құюда екен. FCAS ұшағы, MGKS танкі деген сияқты. Бұл жүйелер бірақ пайдалануға 10-15 жылдан кейін ғана қолжетімді болады. Қауіп егер дәл қазір туындаған жағдайда Еуропа сонша уақыт күте ала ма? Еуропа онша уақыт күте алмайды. Ал енді қазір бұған енді жұмылдырып, ақшпен бірге қызмет жасау керек. Неге десеңіз, Европаның өзінің халы бүгінгі күнде әлі жетпейді. Жұмыс істеп атқан бұлардың бағыттары дұрыс, бірақ та мынау мерзімде бұлардың даярлықтары әлі аз, төмен. Ресей оған декті бұларды шабуыл жасап, кейбір недерге шығындарға ұшыратуға мүмкіндігі бар. Яғни бұл жерде Еуропаның ақштың көмегінсіз Ресейдің қаупіне қарсы тұра алмайды. Қарсы тұра алмайды. Неге деп айтуға келе ме? Олжан Бекеш, мына неде олардың мынау Еуропаның, былай айтайық, Еуропа қаражатты бөлдік шығарды. Қару-жарақтарын қосты. Мүмкін бұлардың әскери жағынан да қосты деп айтайық. Бірақ та бұл келмейді. Неге десеңіз, көп қару-жарақтардың түрі, көп салалары Америкада қазір. Алдыңғы мынау Ресейдің несіне қарсы тұра алатын, бұлардың жіберген зымырандарын қағып түсіретін, мынау Европа елін, Украина елін қауіпсіздікте бұлай жұмыс етуге мүмкіндігі бар. Сол ақштың нелері, қару-жарақтары. Қазір оларда енді қорғаныс өндірісі саябырлап қалды. Олар да қазір соны көтеріп, мынау Байденнің кезінде көп өздерінің қаражат күйіп көтеріп жатыр. Бірақ та уақыт өтіп бара жатыр, олардың даярлығы әлше төмен. Келесі сұрақ аға, жаңағы біз қаржы бөлініп жатыр дедік қой, қорғаныс фондының алғашқы төлемдері, бірақ тек 2026 жылы ғана басталады екен. Яғни 2026 жылға дейін күтеді ме сонда Еуроодақ? Оған дейін қауіп төнсе ше? Енді күтеді, бұларда не ғой? Елдің бұлардың демократия саласы. Ана канцлерді, президентті, бүгін мен бұлай шешім шығардым, осында болады, осыншама қаражат осында кетеді деп, министрларын жинап алып, жиналыс ашып, олар айта алмайды. Ол түгел мына партиялармен, басқа мынау сол мемлекеттің басқа бір жүйелерден келген, басқа партиядан келген министрлармен, солармен келісіп, солай жасау керек. Оған уақыт көп кетіп қалады.
олардың сол мынау біраз енді диктаторский әлде мынау демократиялық, бірақ та соғыс кезінде түгел биліктің күшін бір адамға беретін солардың енді. Ал енді білмеймін, мүмкін болатын шығар оларда заңдарына біраз өзгеріс кірдіріп енгізіп сол бір нелерге мәмілеге келетін шығар. Болашақта енді аға осы Ресей мен Еуропа арасында сондай бір қақтығыстар бола қалған жағдайда бұл тек ақш-қа тиімді, себебі қару-жарақ сатады деген сияқты. Яғни жаңағы мен бар жерде соғыс болмайды деген Трамптың сөзіне қарама қайшылық болады ғой бұл жерде. Бұның екі жағы бар. Бір жағынан, енді ақш теңіздің әр жағында. Олар мұнда Европа соғыспағанда енді қару-жарақ беріп, оларға өзіне қаражат жинауға мүмкіндігі бар. Бірақ та енді дальный перспективе дейді, әрі қарай қарасаңыз, бұл Европа бұлардың одақтасы ғой, қалай болса да одақтастары. Ал енді Европаны Ресей басы-баса, Европа шашырап кетеді. Міне қазір Британия Европаның одағына кірмейді, өздері. Ал енді мұндағы Европаны, қазір мына әлгі Венгрияның, Виктор Орбанның, бұның бүйрегі мына Путин жаққа тартып тұр. Ал енді Словакия жақты мынау Роберт Фицоның дәл солай болып тұр. Бағана қызбай айтып отырған Нидерландыда, онда Герберт Вильс деген онда партияның бастығы келді. Көбінің, мына Италияда екі талай. Европа бөлініп шашырап кетуге мүмкін сонда. Евроодақ болмайды, енді еврода кейін әлгі ақшада болмай қалуға сондай мүмкіндігі бар. Ресей ерте жеңсе, онда солай болады. Ал енді Ресей жеңсе, Украинаны әлі әрі қарай бастаса, бұл Трамптың жеңілгені деп елдің ұғымы болады. Трамп оны білет, ондайға енді бармайтын шығар, енді түгелі дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Қазір Трамптың мына Путиннің көңілі қалып отыр. Енді мына Украинаны қару-жараққа жақсы қамтамасыз ететін шығар. Ресей жаққа енді санкция қосатын шығар. Мына 19 пакет жинап жүр қазір Европада. ақш-пен әлі келістірген жоқ. Сондай оқиғалар алда болатын шығар деп отырмын. Қазір енді Трамп бір-екі аптадай болып қалды, ештеме айтпайды, шешімі жоқ. Біраз олардың енді әкімшілігі жұмыс істеп жатқан шығар сол жаққа. Жақсы аға, енді қорытындылай келе айта кетейікші, Еуропа қорғаныс өнеркәсібінің осал тұстары бүгінгі таңда. Еуропада міне бұлар ұдайы бейбітшілік болады деген сияқты өте жайбарақат отырды. Саясатты солай өттірді. Қорғаныс өндірісті біраз құлдырады. Енді қаражат бөлінбеді. Мынау оптимизация жасап, бұлардың әскери құралдары азайды. Енді қазір олар біліп отыр соның дұрыс емес екенін. Енді қазір мобилизация жасап, мынау жоғарылайын деп, әрбір комплектацияның соның нелерін, жүйелерін қарап отыр. Енді бұл жұмыс дұрыс нәтиже беретін шығар деп ойлаймыз. Жақсы аға, бізге уақыт бөлгеніңізге рахмет. Достар, сізге де рахмет. Бүгін бізде қонақта болған әскери сарапшы Ермек Сейтбатталов ағамыз болды. Эфирде болған жасақ бағдарламасы. Ең соңғы жаңалықтарды, ең мықты спикерлер жіберіп алмас үшін біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Амандықта кездескенше. Сау болыңыз. Әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс.